Саламатсыздар қадірлі көрермендер. Бұл ғажап әлем арнасы және жаңа туылған балаға туу туралы куәлікті қалай алғанын көрсеттік. Келесі кезекте бұл сабақта көп көрермендеріміздің сұрауы бойынша бала 1 жасқа толғанға дейінгі жәрдемақыны қалай алуын көрсетеміз. Біздің көрерменіміз Сауытбек Арай Жангелдіқызы өз мәліметтерін беріп, осы видеоны жазуға келісім берген үлкен алғысымызды білдіреміз. Сонымен ең алғаш сіздер NC-Layer бағдарламасын қосасыздар. Енді бұл бағдарламаның қосылғанына көз жеткізейік. Қосылыпты. Бұл бағдарламаны қалай жүктеу керектігін мына жерден көрсеңіздер болады. Осы сілтеме бойынша жүріп, бұл бағдарламаны қалай жүктеп алып, қалай орнату керек екенін көрсеңіздер болады. Сонымен ары қарай біз egov.kz порталына кіреміз. Ары қарай өзімізге қолайлы орыс тілін таңдадық және войти-ді басамыз. Және мына жерде 6 түрлі кіру тәсілі бар. Порталдың ішіне қарай логин пароль дейді. Өз иіңізді жазып, ары қарай пароль жазасыз. Одноразовый пароль дейді. Бір рет кіруге арналған пароль. ECP кілті арқылы пароль. QR код арқылы кіретін пароль. Келесі кезекте ECP сим-картадағы ECP кілті арқылы кіру және Digital ID арқылы кіру. Біз ECP кілті арқылы кіру тәсілін таңдаймыз және выбрать сертификатты таңдаймыз. Ары қарай бізден кілтті сұрап жатыр. ECP кілтін. Біз кілт тұрған жерін көрсетеміз. Және auth деген көрсетеміз да кіру үшін. Және өз кілтіміздің ECP кілттің паролін жазамыз. Біз өз ECP кілтімізбен кірдік. Келесі кезекте мына жерде семья дегенді басамыз да. Ары қарай мына жерде назначение пособия на рождение ребенка и по уходу за ребенком. Яғни балаға 1 жасқа толғанға дейінгі оған қарау пособиясы, яғни жәрдемақысы, соны таңдаймыз. Және заказать услугу онлайн дейміз. Сонымен бізде 4 қадам берілген. Осы 4 қадамда толтыру арқылы біз өзіміздің жәрдемақымызды ала аламыз. Мына жерде подтверждайды басамыз. Мына жерде добавить члена семьи деген жерге 3 балаңыз болса, 3-еуінде енгізіп шығасыз. Мысалы, бірінші балаңызды бірінші енгізесіз, екінші балаңызды екінші енгізесіз, үшінші балаңызды үшінші енгізесіз. Біздің жағдайымызда 1 бала болғандықтан 1 баланы енгіземіз. Добавить член семьи дейміз. Және мына жерде баланың қандай екенін таңдаймыз, яғни өз балаңыз ба, немесе өзгенің баласы ма. Біз өз балаңыз деген таңдаймыз. Және мына жерде баланың иін толтырамыз. Біз толтырған иіннің оң жағында баланың аты жөні шығады, оны тексереміз. Бізде барлығы дұрыс. Ары қарай получить сведения о рождении по иін дегенді басамыз. Ары қарай мына жерде прошу назначить выплаты на этого ребенка дегенді таңдап, далее басамыз. Келесі кезекте выберите вид оплаты дейді. Осы жерде пособие на рождение ребенка и социальные выплаты по уходу за ребенком до 1 года, яғни 1 жылға дейінгі жәрдемақыны таңдаймыз. Ары қарай далені басамыз. Келесі кезекте мына жерде бізде бала туралы мәлімет шықты. Енді келесі кезекте далені басамыз. Енді мына жерде банк деген жерде банкты таңдаймыз. Біздің жағдайымызда Народный банк, немесе Қазпоштаны таңдасаңыз болады. Егер сізде Қазпошта болса, біз Народный банк таңдаймыз. Және мына жерде өзіміздің Халық банктен алған шотымызды толтырамыз. Банктың шотын толтырып болғаннан кейін оны тағы да бір тексеріп өтеміз. Қателік кетпес үшін. Себебі сол шотке бізге ақша келіп отырады. Барлығы да дұрыс екен. Ары қарай біз подписать и проверить счет дейміз. Осы жерде подписать, используя электронный цифровой подпись ECP дейміз. Және носитель информации деген таңдаймыз. Ары қарай ECP кілті арқылы өз қолтаңбамызды қоямыз. Ол үшін өз кілтімізді
ашып, ондағы RSA деген кілтті таңдаймыз және пароль жазамыз. Подписать және далее басамыз. Келесі кезекте тағы да подписать, используя электронную цифровую подпись басамыз. Носитель информации. Тағы да өз кілтімізді таңдап, RSA кілтін таңдап, паролін жазып, подписать дейміз. Сонымен біз жаңа туылған балаға 1 жыл көлемінде беріліп отыратын жәрдемақыға өтінішті тапсырдық. Енді бізге мына жерде көрсетілгендей 7-8 күн ішінде хабар келеді. Сол хабарды күтеміз. Яғни біздің счетқа ақша түсу керек. Егер сізге ақша түспей жатса, онда 1414 нөміріне хабарласып, таңертең сағат 9-дан кешкі сағат 8-ге дейін, дүйсенбіден сенбі күндері арасында 1414 нөміріне хабарласып, бұл не болып жатқанын сұрасаңыздар болады. Егер сіздерде 4 немесе одан да көп балалар болса, онда оған арнайы тағы 20 000 теңгелік жәрдемақыға тапсырасыздар. Ол жәрдемақыны 1414 нөмірі арқылы хабарласып білсеңіздер болады, немесе өздеріңізге жақын халыққа қызмет көрсету орталығы, яғни ЦОН-ға барып, осы туралы сұрастырып білсеңіздер болады. Сіздерге ақпаратты жеткізген Ғажап әлем арнасы. Арнаға жазылыңыздар, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Келесі жүздескенше сау болыңыздар.